Абу Бәкір Сиддиқ пайғамбарымыздан дұға үйретші маған деп сұрадым дейді. Сонда пайғамбар алейхиссалату вассалам намазыңда былай деп дұға ет деп үйретті дейді. Аллахумма инни заламту нафси зулман кафира. Мен өз-өзіме көп зұлым істеп қойдым, я Рабби. Бір риуаятта кабира деп келеді, үлкен зұлым істедім. Кім айтып жатыр бұны? Пайғамбар алейхиссалату вассалам Абу Бәкірге үйретіп жатыр. Бір сөзінде айтады, бүкіл үмметтің иманын таразысының бір шетіне қойып, Абу Бәкірдікін бір шетіне қойса, Абу Бәкірдікі басым түседі дейді. Ойлаңыздар, қандай адам? Бүкіл үммет, оның ішінде небір тақуалар бар? Абу Бәкір. Және бір сөзінде айтады, маған кім не істеген болса бәрінің ақысын қайтардым мен дейді. Ешкімнің ақысы қалған жоқ менде. Бірақ Абу Бәкірдікі мен қайтара алмаймын, оны Алланың өзі қайтарады дейді. Ойлаңыз, пайғамбарға соншалықты істеген жақсылық, пайғамбар мойындап тұр, мен оны қайтара алмаймын дейді. Ол бұл жерде материалдық мәселе ғана емес та. Ол кісіден қандай байлар, асып өтіп кеткен байлар бар еді. Бұл жерде барын бере білу, өзін бағыштай білу. Хижратта кетіп баратыр, кейде алдына шығады, кейде артына, кейде оңында, кейде солында. Не істеп жүрсің, Абу Бәкір? Қайдан білейін, дұшпаныңыз алдан келе ма? Арттан келіп оқ тие ме екен? Оң жағыңыздан келе ме? Сол жақтан келе ме? Маған бірінші келетін зиян маған болсыншы. Али радиаллаху анху 2 күн болған тамақ жемеген дейді. 3 күн бойы тамақ жемеген бір кісіге тамағын беріп жатыр дейді қолындағы. Өзі 2 күн болған тамақ жемеген. Сенікі менікінен қиын екен ғой деп беріп жатыр. Анау рахмет айтып жатса алғысын керек жоқ. Біз бұл істі қияметтің күні қиыншылықтан құтылу үшін істеп жатырмыз деді. Аллах Тағала аятта біз оны сол күннің қиыншылығынан құтқардық дейді. Али радиаллаху анхудың иман дәрежесі. Енді Абу Бәкір Сиддиқтікін қараңыз. Біз бұны Алла үшін істедік дейді. Ақырет, жәннат, ештеңе жоқ. Біз бұны Алла үшін істедік дейді. Болды. Сахабалардың да деңгейі сондай болған. Абу Бәкір Сиддиққа үйретіп жатыр. Мен өзіме үлкен зұлымдық істеп қойдым. Ол күнәні сенен басқа кешетін ешкім жоқ. Я Рабби, мені кешір. Өзіңнің құзырыңнан маған жарылқау бер. Менің рахымыңа бөле. Сен кешірімдісің, рахымдысың деп Алладан сұра деп Абу Бәкір Сиддиққа үйреткен екен. Оның алдында сіз бен біз кімбіз? Бірақ ол кісі қатты қорқады екен. Жәннатқа бір аяғым кірсе, екінші аяғым кірмей тұрып мен толық құтылдым деп айта алмаймын дейді екен Абу Бәкір Сиддиқ. Кейде әттеген ай бір шөп болып жаралғанымда ғой дейді екен. Бір сиыр жесе пайдалы болар ма едім дейді. Бір малдың үстіндегі бір түгі болып жаралғанымда ғой, сұралмас едім ақыретте Алланың алдында тұрып дейді.